Достар, осындай керемет тіске басар жасайтын боламыз. Дәмі өте күшті болып шығады. Жасап көріңіздер, достар. Ол үшін бізге алдымен кабачок керек болады. Кабачокты жуып тазалап алдық және видеодағыдай турайыңыз. Енді ортасын осылай пышақпен ойып аласыздар. Шұңғыр жасаймыз кішкене. Қатты ойып жібермеңіздер. Осылай жасап алдық. Енді бұларды тұздап, приправаларды саламыз. Тұз, паприка, қара бұрыш және приправа салдым. Сосын сұйық май құйып, жақсылап ысқылап араластырамыз. Чеснок саламыз. Сухой чеснок болса да болады. Осылай бәрін жақсылап араластырып аласыздар. Екі жұмыртқаны жарып араластырамыз. Және бізге ұн керек болады. Ұнға батырып, сосын жұмыртқаға батырамыз. Духовкада 200 градуста 10 минутта піседі. Қызарғанша піседі. Духовканы алдына қыздырып қойыңыздар, достар. Енді начинка жасайтын боламыз. Начинкаға светофор қызыл бұрыш керек болады. 1 штук. Осылай көбіктеп тураймыз бәрін. И және шампиньон. Шампиньон менде 3 штук болды. Міне жаңа кабачоктың ішіндегісін тастамаймыз. Оны да 4 штук турап аламыз. Бәрін қуырып аламыз. Кішкене сұйық май құйып, араластырып саламыз. Қуырамыз. Бұған тұз, қара бұрыш, паприка сүйіп қуырамыз. Чеснок саламыз. Осылай ішіне саламыз начинкамызды. Достар, жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Столға салсаңыз да әдемі сәнін беріп тұрады. Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Ас болсын.